Сәлем достар, біздің достарымыздың, әріптестеріміздің, жақындарымыздың арасында келесідей үрдіс қалыптасқан. Егер біздің әріптесіміздің, досымыздың, жақынымыздың, бауырларымыздың туған күні болып отса, біз міндетті түрде ең алғашқы сыйлық ретінде, егер ол кісінің біздің банкте салым болмаса, сыйлық сертификатын ашып береміз. Яғни сол кісіге баспанаға деген алғашқы қадамын бастап береміз. Сыйлық сертификатын, яғни қалай ашуға болады? Ең бірінші ескере кететін жайт, минималды сомма 5-ақ мың теңге. Яғни сіз 5 мың теңгеге қандай үлкен мүмкіндік, қандай үлкен қадамға деген үміт сыйлайсыз. Одан кейін сыйлық сертификатын қай жақтан ашса болады? Банк бөлімшелерінен, кеңес беру орталықтарынан және кеңес беру нүктелерінен. Ол жөнінде алдыңғы видеода айтып кеткендігіміз. Тағы да ескере кететін жайт, яғни сіз сыйлық сертификатын бергеннен кейін ол адам өзіне сол сертификатты рәсімдеп алу қажет 3 айдың ішінде. Егер 3 айдың ішінде сыйлық сертификаты рәсімделіп үлгерілмесе, сертификат, яғни ең алғашқы алған рәсімдеген адамда қалып қалады. Сондықтан менің ойымша, қазіргі таңда бұл актуалды, қажетті және керемет сыйлықтардың бірі болып саналады. Келесі тақырып біздің өзіміздің ЖССБ 24 интернет қосымшасын талқылаймыз. Кеттік.